бәрімізге мәлім, президент барлық облыстарда ғылыми кеңесті құру тапсырма берген болатын. Жалпы айтқанда ол кеңестің маңыздылығы өте зор, себебі біраз талқылау болады және біздің әулетімізді пайдалана отырып өңірдің жаңа зерттеулер арқылы жаңа деңгейге шығу. Демек біздің жаңа кәсіпорындар осы кеңес арқылы көптеген өздерін мазалап жатқан мәселелерді ортаға салып, біздің ғалымдардың пікірін және зерттеулерді алған кезде өзінің кәсіпорнын енгізу мәселесі. Мысал ретінде өткен кеңесте біз шешімге келдік. Мына жер пайдаланушылардың қаржысын сол кәсіпорындарды немесе қалай дамытуға болады. Сол кезде бір лаборатория алынды, тағы да 3 лаборатория алынады деп күтілуде. 2 миллиардтың құрал жабдықтарымен барлық жағдай жасалды. Енді біздің ғалымдар сол лаборатория жұмыс жасап жатыр. Әрине кеңестің жұмысы осы лабораториямен тығыз қарым-қатынаста осы мәселелерді тез арада шешім шығарады. Алғашқы қадамдарымыз бар, осы жұмысты ары қарай жалғастыратын боламыз.